Құрметті тыңдарман, баршамызға белгілі, біз исламофобия жайлы ақпараттармен бөлісіп жатқан едік. Алдыңғы видеода біз исламофобия туралы қысқаша түсінік бердік. Оның ғылыми айналымға енуі, қолданыс аймақтары, жалпылама ақпараттар берген болатынбыз. Сонымен қатар, бүгінгі әлемде исламофобия 2001 жыл ақш-тағы 11 қыркүйектегі Әл-Каиданың шабуылынан кейін бүкіл әлемде исламофобиялық үрдістер дүмпуі пайда болды деп айтқан болатынбыз. Алайда бүгін біз сіздерге исламофобияның тарихына қысқаша тоқталатын болсақ, исламофобия тарихы ертеде ислам діні пайда болған кезден бері бар. Исламофобия негізінен жек көрушілік сезіміне негізделген болып саналады. Олай болатын болса, ислам діні келген кезде Мекке мүшриктерінің әрекеті, Мекке көсемдерінің шешімдері, мұсылмандарға көрсеткен зәбірі барлығы осы исламофобиялық көзқарастар, исламофобиялық шек көрушілердің шек көруші сезімнің нәтижелері болып саналады. Сонымен қатар, ислам діні араб жарты аралынан бөлініп шығып, өзге әлемдерге тарала бастауы, өзгелермен қарым-қатынас орнауы, сонымен қатар кәрі құрлық Европаға ислам дінінің жетуі кезіндегі оқиғалар да осы исламофобиялық оқиғалар болып табылады. Ислам дініне қарсы крест жорықтары, бұл да исламофобиялық оқиғалар болып саналады. Сонымен қатар шығыс пен батыстың текетіресі, кейінгі ғасырларда ислам дінін ұстанатын мұсылман қауымдарының отарлаушы империалистердің қол астында қалуы барысындағы әрекеттер барлығы осы барлығынан исламофобиялық көріністерді көруге болады. Мысалы, орта ғасырдағы Европаның қараңғылықта қалуы, Европаны христиан дін басшыларының басқаруы, сол кездегі ислам жайлы түсініктерді осы дін өкілдерінің өздерінен, мұсылмандардың өзінен емес, Европаның шіркеу басшыларынан сұрап білетін болған. Сол себептен, егер қарайтын болсаңыздар, тарихи деректерде ертедегі шіркеу ұрандарының ішінде, қасиетті әндердің ішінде, сонымен қатар көптеген еңбектерде мұсылмандарға қарсы ұрандардың түрін кездестіруге болады. Бұлардың бәрі исламофобиялық көзқарастар болып табылады. Тіпті одан кейін Ренессанс кезінде де осы мұсылман қауымын терістейтін, даттайтын түрлі ақпараттар туған. Осы отарлау кездерінде мұсылман қауымдарының басқыншыларға қарсы жасалған әрекеттерін айыптау үшін де осы исламофобиялық әрекеттерге сүйенген. Қысқаша айтқанда, исламофобия көріністері ислам діні пайда болғалы бері ислам дініне қарсы шек көрініштер негізінде пайда болған. Тарихи оқиғаларды айтпағанда, бүгінгі батыс әлемде ислам дінін болашақтың жауы ретінде нацизмнің, фашизмнің, коммунизмнің түсініктерінен кейін тұратын түсініктер ретінде таныстырғысы келді. Европаның исламдануын қорқынышты бір фобия ретінде көрсеткісі келді. Қысқаша айтқанда, исламофобия ислам діні пайда болғаннан бері бүгінге дейін жалғасып жатқан ислам дініне деген жек көрінушілік сезімдердің, идеялардың жиынтығы болып табылады. Қазіргі таңда көріністері батыс әлемде мұсылмандарды негізсіз айыптаулар, олардың мешіттеріне жасалған шабуылдар, журналдарда жасалған карикатуралар,
Франциядан бастап алған орамал мәселесі осы исламофобияның тақырыбы, пайғамбарға жасалған карикатуралар осы исламофобияның көріністері, Дания мен Швейцарияда мешіттің мұнарасын салуға тыйым салу көріністері барлығы осы исламофобиялық көріністер болып табылады. Сондай-ақ ислам дінін терроризмнің көзі ретінде қарастыру саясаты, Құран мазмұнын және экстремистік идеялар деп айыптау, Құранның кейбір аяттары заман талаптарына сай келмейді, сондықтан оны алып тастау керек деген идеялар барлығы осы исламофобиядан шығады. Былайша айтқанда бүгінгі таңда Құранды басқаша түсінуіміз керек деген адамдар бар, өздерін құранистер деп айтады. Олар да осы исламофобияның негізгі қозғаушы күштері болып саналады. Алайда ушыққан мәселелер кейбір Құран аяттарын алып тастаумен емес, Құран аяттарын дұрыс түсінумен және диалог арқылы шешілетіндігін айтып келеді. Құран аяттарын қайта қарау, заман талабына сай емес аяттарды жою, қайта түзету сияқты ұрандармен емес, керісінше өркениетаралық жанжалды диалог жүргізу, халықаралық ұйымдар белсенділігінің арасында сенім құндылықтарын қорғау, тағы басқа осындай нәтижелер арқылы шешіліп келеді. 2022 жылдан бастап исламофобиялық оқиғалардың батыста бәсеңдеуі байқалады. Сондықтан исламофобия шешу жолдары қандай десе, дінаралық диалог жүргізу және өркениетаралық, мәдениетаралық диалогтардың жүргізу арқылы шешіледі деп баршасы айтқан.